сәлем, құрметті оқушылар. Бұл сіздермен мен математика пәні мұғалімі Хамит Аружан. Сіздермен бүгін біз алдындағы YouTube арнасында математикалық тақырыптарды түсіндіріп және практикалық есептерді шығарумен ғана қоймай, мен сіздермен ұбт-да кездесетін математикада қолдануға болатын лайфхактар туралы айтатын боламын. Бүгінгі есеп талқылауда біз математиканы қиын жолдармен емес, жеңіл лайфхактармен бірге шығаратын боламыз. Ендеше бізде алдымызда беріліп тұрған бірінші есеп бойынша көбейткіштерге жіктеңіз деп тұр. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұл есеп өте оңай шығарылады деген секілді, бірақ бұған негізі безу деген теорема қолданылады. Яғни бұл жерде біз қарапайым түрде шығармай, күрделі жолмен шығаруға тура келіп қалады. Сол себептен біз ыңғайлы бір жолда таңдаймыз. Яғни сіздер көріп тұрсыздар, бұл жерде x айнымалысы бар. Сол x айнымалысын x тең 0-ге деп алып алып, x-тің орындарына 0-ді қоятын болсақ, яғни x куб плюс 6x квадрат плюс 11x плюс 6. 0-ді қоятын болсақ 0-ге айналып кетеді, 6x квадрат 0-ге айналып кетеді, 11x 0-ге айналып кетеді, тең 6 болады. Енді x-ті қай кезде қойсақ, жауаптардың арасынан 6 шығады. Бірінші А вариантын кездестіретін болсақ, x-тің орнына 0-ді қоятын болсақ 1 көбейтілген, x-тің орнына 0-ді қоятын болсақ 2 көбейтілген, x-тің орнына 0-ді қоятын болсақ 3 шығады, 3. Үшеуін көбейтіндісі бізде 6 беретін болды. Яғни бізде дұрыс жауабы бұл кезде А варианты болып есептелінеді. Қалған варианттарды тоже тексеріп көрсеңіздер болады, бірақ дұрыс жауабы осы А варианты. Келесі есепке көшсек, бізде модульді есептеу, ықшамдау туралы есеп берілген екен. Яғни модуль деген сіздер өздеріңіз білесіздер, екі тәсілмен шығарылады. Яғни минус 2 модуль ішінде болса ол 2 болып шығады. Яғни 2 де модуль ішінде болатын болса 2 болып шығады. Енді мына жерде қарайық, бізде аралық берілген екен, А тиісті минус шексіздікке минус 2-ге деген, соның арасындағы бір санды алайық. Яғни минус 3 деп алайық. Минус 3-ті алып, А-ның орнына қойсақ, минус 3-тің квадраты минус 4 бөлінген минус 3-тің модулі азайтылған 2. Төбесінен 9 азайту 4, астынан минус 3-тен модуль астынан 3 шығатты, 3 азайту 2 болады. Яғни бұл бізде жауап 5 бөлінген 1 деген сөз. Ал яғни ол бізде 5 дегенді береді. Яғни біз минус 3-ті қойған кезде қай вариантта 5 шығады, сол бойынша тексеретін боламыз. Бірінші вариантты тексеретін болсақ, минус 2 минус 3, ол минус 5 болып кетеді, яғни ол болмайды. Одан кейінгісі минус және минус 3 азайтылған 2, ол кезде плюс 3 минус 2 тең 1-ге тең болып қалады. Келесі вариантты көрейік. Минус 3 плюс 2, ол бізде минус 1-ді береді. Бұл да болмайды екен. Одан кейін 2 минус 3, ол бізде 2 плюс 3-ті береді, яғни 5. Бізде дұрыс жауабы, яғни Д жауабы деген сөз. Келесі есепке көшейік. Бұл бізде модульді ашыңыз деп тұр. Көріп тұрғандай, бұл жерде бізде 2 модуль бар және аралық бар. Бізге бірінші оңай болу үшін аралықтың арасынан бір санды өзімізге ыңғайлы қылып алайық. Минус 3-тен 1 мен 4-тен 3-тің аралығына, яғни x-тің аралығы минус 3-тен 1 мен 4-тен 3-тің аралығында, яғни оның аралығына бізде x тең 0 кіреді. Енді 0-ді қойып көрсек, ол кезде модуль астынан 1 шығады, сосын 4x-ге 0 қойылса 0 болып, минус 3 модуль астынан плюс 3 болып шығады, және минус 7x-қа 0 қойсақ, ол 0 болады да, яғни 4 болады. Ол бірінші біздің вариантта 4 деген жауап бар екен. Бірақ басқа варианттарға тоже қойып көрейік. Мына жерде минус 8x-қа 0-ді қойсақ, ол тоже 0 болып кетеді да, мына жерде де 4 шығады. Яғни екі вариант бірдей болып тұр. Басқасында 2 ғана шығады, қалғанда соңғысында 1 ғана шығады. Яғни бізде 2 дұрыс жауап болайын деп тұр. Енді нақтылау үшін бізде
тағы да x-ке 0,5 деген аралықты берейік. Ол осы аралықтың ішіне жатады. Яғни 3-ті көбейтсек 0,5-ге плюс 1-ге. Ол кезде бізде 1,5, 1,5-ға 1-ді қойсақ 2,5 болады. Одан кейін 4 көбейту 0,5 минус 3. 2 шығады. 2 минус 3 модуль астынан плюс 1 шығады. Минус 7 көбейтілген 0,5 тең болады минус 3,5-ға. Яғни, бастапқы енді барлығын біріктіреміз. 2,5 және плюс 1 және минус 3,5. Бұның барлығын қосып азайтқан кезде бізде 0 деген жауапты аламыз. Енді варианттарға қойып көрейік. Қайсында 0 болуы мүмкін екен? Минус 8-ге көбейтеміз 0,5-ті плюс 4. Яғни минус 4 плюс 4 тең 0 болады. Яғни бізде екінші В варианты дұрыс болады екен. Яғни келесі видеоларда мен тағы да 4 бөлімнен тұратын лайфхактар талқылауын, есептердің талқылауын шығаратын боламын. Сол себептен менімен бірге болыңыздар. Осылай біз ұбт-да келген қиын есептерді жеңіл де оңай тәсілмен бірге шығаратын боламыз.